Халықаралық геосаясаттағы аса шұғыл бірнеше ақпаратты сіздерге төтесінен жеткізейік деп тұрмыз. Біріншісі, Американың әлемге әйгілі соғысты зерттеу орталығы Ресей 2026 жылы соғыс алмайды. Олардың әскеріне беретін ақшасы да, айлығы да қалмайтын болады. Ресей экономикасы санкцияның әсерінен ең соңында қаржылық себептен Ресей тіпті халқы өз ішінен көтерілмеген жағдайда да соғыс өздігінен тоқтауға мәжбүр болады деген мәлімдемені таратты. Бұл мәлімдеме бүкіл дүние жүзіндегі сарапшыларды шошытып та қорқытып та отыр. Себебі сенбейін десе әлемге әйгілі соғысты зерттеу орталығы. Ал сенейін десе Путин ертең өлетінін Американың ғылыми зерттеу орталығы, соғыс зерттеу орталығы білгенде Путин білмей отырма деп батыс аң-таң қалып отыр. Бұл бірінші. Екінші, кеше түннің бір уағында Американың жұрты ұйықтап қалған кезде Ақ үй аяқ астынан мәлімдеме таратып, Қытай болашақта 245% кедендік салыққа бетпе-бет келеді деді. Бұл ақпаратты естігенде біздің өзіміз сенбей қалдық. Тіпті Сингапурдағы ең танымал Қытай тілді газеттің өзі бұны сенімді сенімсіздігі белгісіз деп жазуға мәжбүр болды. Бірақ қалай болмасын, қазір осы таңертең тұрған кезде Қытайға 245%-дық Американың тарифі, кедендік салықтар мәселесі бүкіл дүние жүзіндегі бірінші ақпаратқа айналды. Енді оны анықтау үшін атып тұрып көзімізді тырнап ашып Трамптың Truth Social дейтін өзінің жеке меншік әлеуметтік желісін қарап едік, ондай жазбалар көрмедік. Бірақ қалай болмасын, батыстың ақпарат көздерінде бұл енді тура оттың үстіне май құйғандай дүрілдеп, лапылдап жанып алып кетті. Енді бұл оқиғаның аржақ бер жағы неге саламын деді, шынында ресми түрде президенттің бұйрығы ма, жоқ Трамптан сұхбат алып отырған әлде қандай бір шетелдің журналисті ма, Американың журналисті ма, онымен сөйлесіп отырған кезде сары шалың шабыты келіп қызды менен, қымыздың буы менен 245 деп ұрып жіберді ма? Қазір оның барлығын анықтап тәптіштеп білу үшін кем дегенде бірнеше сағат уақыт керек. Себебі бүгін міне Америкада күндіз, ал бұл күндіздің аржақ бер жағында енді кеден тарапынан ресми түрде құжат талап қылады, кеден тарап ресми түрде Ақ үйден бұйрық күтеді, әкімшілік бұйрық олардың жаңағы компьютерлеріне келіп түсу керек болады. Сосын журналистер ары қарай шауып барып Ақ үйден сұрайды, бұл қай салық, қай жеріне салынады, қандай салынады, бұрынғылардың үстіне үстеме ме, қазіргі кеденге кіргендер ма, жоқ әлі кеденде күтіп тұрғандарға бола ма? Қысқасы осының барлығы енді әңгіме болады. Бірақ бұның егжей-тегжейін біз лекциямыздың екінші бөлігінде сіздерге анықтап түсіндіріп береміз. Үшінші маңызды ақпарат, бүгінгі лекциямызға себеп болып отырған себеп, қазір Қазақстанда міне жұрттың бәрі біледі, алдағы аз уақыттың ішінде Қазақстандағы ассамблея дейтін фейк органның жұмысы жүреді. Бұл ассамблея дейтін бұл фейк орган енді Қазақстанды Ресейге қосу бастамасын қозғайды екен. Сосын ары қарай Тоқайып бастап, Айдос Сарым сияқты қалың сатқындары қостап, енді Қазақстанды Ресейге қосады екен. Бұл не деген сөз? Бұны алдыңғы жол осыдан шамамен бір ай бұрын ба жұрт менен сұраған кезде мен айттым. Әлеуметтік желіде осындай сөз шығып жатыр. Жел шықпаса шөптің басы қозғалмайды. Әзір осы іс егер шындыққа айналып, бейне фейк референдум арқылы АЭС-ті, атом электр станциясын салуды заңдастырып жіберіп, тұтас қазақ халқын апатқа сүйреген Тоқаев билігі тағы бір рет фейк референдум арқылы Қазақстанды Ресейге қосатын болса, онда бұл қазақ халқы үшін алғанда тарих біздің бетімізге әкелген, бетпе-бет әкеліп отырған бір соңғы сынақ. Не өлеміз, не тірі қаламыз. Не ұлт боламыз, не құл боламыз. Не жер басып жүреміз, не көрге кіреміз. Бұл екінің бірін ғана таңдайтын зат. Бұған анау-мынау тайсақтауға,
жалпақ шешейлеуге, ымыраға келуге, келісуге келмейді. Ол деген сөз не? Әрбір еркек кіндікті азамат, жасы 45-50-ден былайғы 18-ден жоғарғы азамат, онда саған өлімнің қаупі төніп тұр. Әрбір атана сенің өсіріп отырған ұлыңа, бала шағыңа өлімнің қаупі төніп тұр, соғыстың қаупі төніп тұр. Әрбір әйел заты сенің Құдай қосқан қосағыңа өлім қаупі төніп тұр. Сенің жесір қалу мүмкіндігің артады. Әрбір әйел заты сенің ағаң, бауырың соғысқа кетеді. Украинаның қаруы анау-мынау қару емес. Орыстың өзін орман орыс деп айтатын орыстың өзін отап тастады. Қазір орыстың атарға оғы, шабарға қылышы жоқ. Енді бүкіл дүние жүзі орыста әскер аздығы дейтін тақырыпты көтеріп жатқан кезде, енді олар өздерінің отына қазақты отын қылып жақпақшы. Ет тартқышқа қазақты жібермеш. 1916 жылы атақты қарқара көтерілісі, албан көтерілісі тура осындай себептен туған. 1916 жылы Шар Россия патшалығы бірінші дүниежүзілік соғыста өте ырықсыз жағдайда қан жоса болып, жеңіліп, қан майданда тас талқан болып, ал Шар Россияның қарсыластары Ресейді соғыс майданында әбден қынадай қырған кезде Шар Россия қазақ хандығымен жасаған келісімді бұза отырып, қазақтардан әскер алмақ болады. Қазақтар, ей, қан екі сөйлесе қара болады, сен қазақтан әскер алмаймын деп келіскен болатынсың деп қазақтар дауласқан кезде, бұл әскер емес, жай окоп қазады деді. Ал бұл окоп қазатын бұл адам бәрібір соғыста ол да сол от пен оқтың ортасында отырады. Яғни бұл арсыздық. Енді қазір мынау Тоқай деген мынау ұлты қазақ демес, Примаковтың ұлы Тоқайдың қолыменен қазақты осы зұлымдыққа, осы сұмдыққа, осы қырғынға айдап апармақшы. Ресейдің қазағын біз құтқара алған жоқпыз. Ресейдің қазағы, міне, Ресейдің отыны болып жанып кетті. Қазір Ресейден қанша қазақ өлді, ешкім білмейді. Бірақ ол жерден еркек кіндікті, тіпті 2000 жылы туған жігіттердің қабірлерін түсірген видеоларды біз әлеуметтік желіде жарияладық. Демек, ендігі кезек Қазақстандағы қазаққа келді. Митингіге шақырса шықпайтын қазақ. Болмайтын лаңғада бір даңғаза бір тірлікке ереуілдеп кететін қазақ. Болат Назарбаев палау басса 10 мың қазақ жиналатын қазақ. Болмайтын бір нәрсеге ереуілдеп, тура есіреңдеп кететін қазақ. Тегін палауға, тегін киім, тегін жеңсі шалбар берем десе жиналатын қазақ. Енді сендерді өлімге айдайтын, жесір қалтыратын, жетім қалтыратын, тұқымсыз, ұрпақсыз қалтыратын шешімді Тоқаев жасамақшы. Тоқаевқа бәрібір ол қазақ емес, оның саған жан ашымайды. Оған бәрібір ол адал құлы Путиннің орыстың адал құлы. Оған қазақ бір тиынға керегі жоқ. Миллион қазақ қырылып қалса, Тоқаевтың жүрегі ауырмайды. Ол қанішер, ескертусіз оғат деген қанішер. Ал қазақ, сен не істейсің? Сен тек көтерілесің. Бүкіл Қазақстан бұл. Көтерілесің. Басқа амалың жоқ. Наразылығыңды алдымен желіден бастайсың. Егер өстіп ассамблеяның жиынында осы тақырып қозғалатын болса, бітті. Бүкіл жұмысты тастау керек, бүкіл оқуды тастау керек. Бүкіл қоғам болып наразы болу керек. Қырылса орыс өзі қырылсын. Соғысса орыс өзі соғысын. Бұл соғысқа барған адам, бұл соғысқа қатынасқан адам, бұл сөздің шыны арам өледі. О дүниеде Алланың жазасына ұшырайды. Нақақ Украин халқын барып қыру, нақақ Украин халқына оқ ату, ол сөздің шыны Құдайдың жазасын шақыратын тірлік. Бұл дүниеде арам өлесің, қыршыныңнан қиыласың. Атанаңды зарлатып, жарыңды сорлатып, балаңды жетім қалдырасың. Ол дүниеде жаратушының ғазабына қаласың. Жаһаннамның отында жанып кетесің. Осыны білу керек. Енді бір нәрсе. Аталмыш ұстаздар, аталмыш жаңағы қасқа мініп, дөнен мініп,
қазы шайнап, қарта шайнап, жалжай асып, үлдемен бүлдеге оранып жүрген ұстаздар осындай кезде бұл соғысқа қатынасу туралы фәтуа беретін болса, онда олар мұнафиқ. Мен алдын ала айтамын міне. Егер жаңағы биліктің маймылы болып жүрген ұстаздар дәл осы сәтте патшаға бағыну уәжіп деген өздерінің жаттанды және дінде жоқ сөздерін алып шығып, мынау тарихтан бері тоталитарлық замандарда, мың жылдардан қалыптасқан замандарда патшаның айналасында жүрген жағымпаздар қолдан жасаған фейк хадистерді алып шығып, фейк хадистерді, өтірік хадистерді алып шығып, патшаға бағыну керек, соғысқа бар десе бару керек, өлсең жәннатқа кіресің, ана жақта бәленбай періште бар, біз айтсақ тағы түгенбай періште қосады деп, олар егер тағы да жамбастарына бір қойып хадистерін жасап шығатын болса, онда олар мұнафиқтер болады.